13-ші дәріс авторлық құқық. Авторлық құқық деген не? Авторлық құқық шығармашылық еңбектің қорғалуы. Ол автордың идеяны құқықтық түрде иеленуін қамтамасыз етеді. Заң шығарушылық туындауды рұқсатсыз көшіруден бас тартудан, өзгертуден қорғайды. Туындыға мыналар жатады: мәтін, сурет, музыка, бейне, дизайн, бағдарлама, иллюстрация және тағы да басқалары. Авторлық құқықтың түрлері. Бірінші, мүліктік құқықтар. Шығарманы көшіру, жариялау, тарату, коммерциялық мақсатта пайдалану. Екінші, мүлік емес құқықтар. Авторды көрсету, туындыны өзгертуге қарсы болу, автор беделін қорғау. Авторлық құқықтың мерзімі. Автор өмірі 50 жыл. Қазақстанда. Аноним және бүркеншіктік атпен жарияланған туындылар 50 жыл. Құқық мерзімі аяқталған соң қоғамдық игілік. Логотип, иллюстрация, фото, шрифт, музыка, видео барлығы авторлық құқықпен қорғалады. Дизайнер жауапкершілігі, лицензиясы бар контент қолдану, авторды көрсету, плагиаттан аулақ болу. Интернеттегі кез келген материал тегін әрі рұқсат етілген деген сөз емес. Қорытынды және ұсыныстар. Авторлық құқық шығармашылық саланың негізгі қорғаушы тетігі. Құқықты сақтамау, айыппұл, сот дауы, кәсіби беделдің төмендеуі. Ұсыныстар. Лицензиясы бар ресурстарды қолдану. Өз тұтынушыларыңызға да авторлық құқықты орнату. Creative Commons'ты білу. Плагиатқа жол бермеу.